Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай менің ең алғашқы қолданылған тігін машинамды таныстырмақпын. Brother Artwork 22-ші шығарылымдағы шыққан тігін машинасы. Бұл тігін машинасын мен 2015 жылы 54 мыңға алған болатынмын. Кредитке технодомнан болу керек. Сол технодомнан осы біраздарда алған болатынмын. Әрине ол кезде мен бірінші көрпешеден бастаған жоқпын. Мен бірінші мына жерге суретін қалдырып кетемін. Балаларға арналған, жаңағы жататын кішкентай сәбилерге арналған жакокон дейді. Соны тігуден бастаған болатынмын. Бұл машинаның сипаттамасына келетін болсақ, шыт материалын өте жақсы тігеді. Оған мен ризамын. Ол шыт матасын, таза мақтадан жасалған маталарды өте жақсы тігеді. Ал синтетика қосылған созылыңқы маталарды бұл машина өкінішке орай тіге алмайды екен. Және мен сіздерге бөлісіп жүрген көрпешелердің ішіндегі жаңағы қарапайым вилюрді жақсы тігеді. Ал жаңағы тығыз орналасқан вилюр маталары, яғни королевский вилюр, одан кейін матовый вилюр маталарын өкінішке орай бұл машина тіге алмайды екен. Әлде мен оның функциясын түсіне алмай жатырмын ба? Ол маталарды тіккенде жібін қайта-қайта үзіп жібере береді. Сондықтан мен басқа машина алдым, олар тігуге арналған. Бұл тек менде алғашқы машина болатын, тігін машинасы болатын. Ал енді кеттік сіздерге жалпы таныстырайын. Ең алдымен біз көп назарды біз нелерге барған кезде сұраймыз бірінші аберлок деп. Бұндай машиналар аберлокты тікпейді. Бұлар тек қана зигзагты, жаңа ирек сызықтарды міне осылай тігеді. Міне зигзаг, мына жерде бірінші номерде бұл түймелерді жаңағы түйменің көздерін тігеді, яғни түймені ілуге арналған тесіктердің шет-шеттерін тігеді. Суретін мына жерге қалдырып кетемін сіздерге. Одан кейін мынандай маталардың шеттерін ирек сызықпен тігеді, яғни зигзаг. Мынандай зигзаг түрі бар, тығыз орналасқан, жиі сирек орналасқан зигзаг түрлері бар. Және де ара қашықтықтары осындай 6, 7, 8, 9, 10, яғни тігістің түсуіне байланысты жиі, үлкен, кең деген сияқты тігіс түрлері бар. Мен көп қолданатын осы зигзаг маталардың шеттерін зигзагпен тігемін. Және мына жерде орналасқан кейбір маталардың сөгіліп кетпеу үшін мен тығыз тігетінмен 6, 7, 8 осы үшеуін жақсы қолданамын. Ал ондарды көп сирек қолдана бермеймін, өйткені ол жируға жақсы. Тор маталарды тіккен кезде біз бүр саламыз ғой, сол кезде осы онмен тігіп, одан кейін астыңғы жібін тартқан кезде ол жақсы бүрлер салады. Және де мына жерде светін жағамыз, подсветка. Тігіп отқан затымызда инесі, мына жаңағы несін лапка деймін, соны түсіретін жері, түсіріп қайтадан көтеріп қоятын жері. Мынау астындағы, маған ашылмай жатыр, қолыма астына катушка, жіп орайтын. Менде пластмас, білмеймін, темірін салсам сындырып қояма деп осы пластмастан запасқа береді, 3-4 штугын өзімен бірге. Бұны жіпті орау үшін біз мына төбесіне қоямыз. Егер жібіміз басқа жіп түсі керек болса, осыған қойып, осылай мына жерден айналдырып отырып, сіздерге көрсетейін, дайындап қояйын. Ең алдымен мына жерге жіп қоятынды шығарып аламыз. Мен былай болып тұрады негізі. Осылай шығарып, жіпті қоямыз. Және мына жерден өткіземіз. Және мына неден өткіземін. Аттарын точно қандай екен білмеймін, сіздерге айтып жатырмын. Және мына алған жібімізді былай қарай ораймыз. Және біз табанын басқан кезде жинала бастайды.
Қатырек, батсақ қатырек. Осылай жіптерді қайтадан орнына кеп қоямыз. Катушкаға салған кезде, нені салған кезде, жібіміз ораған кезде, мына жерде бір ілгек болады. Сол ілгекке обязательно ілуіміз керек. Іліп, мына жібін ішке қарай кіргізіп жібереміз. Бір қойылмен ыңғайсыз болып тұр. Осы жерге кіргіземіз. Және мұнамен шоғып қоямыз. Енді сіздерге жіпті қалай сабақтау керек екенін үйретейін. Ең алдымен мына жібімізді қойдық. Одан кейін мына немізді жіберіп, төменге қарай астына айналдырып, осыған іліп, және төмен қарай түсіреміз дағыны. Жіпті сабақтаймыз. Жібімізді сабақтап болдық. Және бұлай астынан қарай өткіземіз. Артқа қарай қоямыз. Енді біз артында тұрған мынаны айналдырамыз. Жай төмен түсіріп, жоғары, төмен, жоғары айналдырғанда бізден астымыздан жібім қазы шығады. Мұна жібіміз шықты. Осы екі жіпті астына өткізіп, тігіске дайындаймыз. Яғни матамызды мұна екі жіпті де артына қарай қоямыз дағыны. Мұна жерге матамызды қойып, ары қарай тіге береміз. Мұна жер менде 3-те тұрады. 3-ші немен тігемін. Жалпы осы мұна табаны осыны басып, осылай тіге береміз. Және артқа қарай тағатап тегетін болсақ, мұнаны басамыз, сол кезде теріс қарай және ары қарай оң қарай жалғастырамыз. Бұл менде әсіресе матаның соңын түйіндеген кезде керек болады. Яғни соңында жібіміз қайтадан сөгіліп кетпеу үшін 2-3 рет осылай қайырып тігемін. Осы жалпы сипаттамасы. Негізі мен сіздерге кеңес ететінім, егер сіз мен сияқты құрақ көрпеше, құрақ жастық, матви вилюрдан, королевский вилюр маталарынан тігетін болсаңыздар, бұндай машина алмауға кеңес етемін. Өйткені бұл ондай матаны тікпейді. Бұл тек қана шыт маталарын ғана тіге алады. Егер сіздің қызығушылығыңыз тек қана сондай маталардан болса, өте арзан, өте тиімді бағада 54 мың деген мен үшін арзан, яғни сонда 54 мыңға осындай машиналарды алуға болады. Бұдан да арзан машиналар алуға болады, бірақ оларды алуға сіздерге кеңес етпеймін. Маған көп қызмет еткен Жаном фирмасындағы машиналар, оларда жақсы тігеді. Сол машиналарды алуға кеңес етемін. Және де біз сіздермен машинамен тіккен кезде, бізде коконды тіккен кезде шеттерін біз ішіне көрпешелер, мына жерге суретін қалдырып кетемін. Балаларға арналған көрпе тіктік, ішіне біз синтефон салдық. Сол синтефонды тіккен кезде бұның ішіне көп мусорлар жиналады. Сол мусорлар кей кезде машинамыз тікпей қалады, жібіміз үзе береді шыт матаның өзін. Сол кезде біз мына жерден өзінің құрылғысы бар, ашатын отверткасы. Осы екі темірді бұрап, ашып, мына ішін барлығын алып, щеткамен ішін, зубный щетка болсын, былайша щеткамен жақсылап тазалап алсаңыздар болады. Және мына тұрған 4 тесіктен өзінің арнайы тігін машинасына арналған май болады. Сол майды құйып, майлап тұрмасаңыздар, жіптеріңізді қайта-қайта үзіп жібереді. Әрине бұл машинаға енді біраз уақыт жұмыс жасадық. Бұл машинаға өкпеміз жоқ. Сіздерге егер тігін машинасын алу керек болса, Жаном фирмасындағы машиналарды алуға кеңес етемін. 80 мың, 85 мыңдық машиналары бар. Сол машиналар жақсы. Егер одан да қатты қымбатын алсаңыз, тіптен жақсы. Және бұл машиналарда, Жаномда да, Бразер машинасында да Аберлок жоқ. Аберлок машинасы жеке отдельно сатылады өзі. Оның да бағасы әжептәуір.
ол тек киім тіккен кезде жаңағы матамыздың ішкі матасы сетінеп кетпес үшін оверлок матасын қолданылады. Көрпешеге оверлоктың қажеті жоқ. Көрпешеге тек қана түзу тігіс және зигзаг қана керек. Және сіздерге толықтай жаңағы дүкендердегі бағалар салыстырып көрсетейін десем, төменге қалдырып кетіңіздер. Қандай машинаны тағы да неге қояйын? Опрос жасайын сіздерге. Қандай машинаға сипаттама жасайын? Менде Жаном, Бразер және қол машинасы бар, яғни мен де біраз жұмыс жасағам, сіздерге суретін да тастап кетемін. Сол машиналармен жұмыс жасадым. Сіздерге рахмет, арнамызға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетіңіздер. Келесіде Жаном машинасына сипаттама жасаймын. Сау болыңыздар.